150 миллиард ақшаны сіздер 80 мың адамға бөліп бересіздер де, әрқайсысына көп болса 50 мың, 100 мың теңге сол жерде антикор барып тексереді. Антикордың айтқан мен ана жолы осы жерде мәжілісте айтқам, өтірік айтқан мемлекет басшысына антикордың бастығы сол кезде өтірік айтқан. 1 миллиардқа жуық мал Өзбекстанға. Сұрағыңызға рахмет. Мынау енді Азамат Рахатұлы, біз жұмыс... Орташа жалақы қанша бізде? Біздің елімізде. Қайда? Орташа жалақы қанша? Елімізде ма? Иә. Ол статистика бойынша 285 мыңдай ма солай айлық? Бұл 2022 жылғы орташа жалақы ма, әлде былтырғы ма? 2022 жылғы сәуір айы жағдай бойынша. Статистикалық көрсеткіш осындай. Сіз бүгінгі статистикалық көрсетілімге сенесіз бе? Мен сенемін, иә. Мен сенемін. Мен осы сұраққа бірнеше рет жауап бердім. Себебі ол деген орташа айлық. Қазақстанда әрине әртүрлі лауазымдар бар, әртүрлі жұмыстар да бар. Кейбір адамдар 1 миллионнан теңгенің жалақыны алады, кейбірлер минималдық жалақыны алады. Жалпы осындай орташа деңгейі 285. Жақсы, соңғы қазір